Екінші ширек финалда бізде әдеттегідей 6 команда екінші 3 жұп өнер көрсетті және нәтижелері өзіндік бір қызық болды. Көпке созбайық. Алдыңғы аптадағы дәл сол құрам, менің есімім Берік Емұханов, Қазылар алқасының құрамында болған Марат Қамбарұлы мен Нұрсұлтан Құрман және ардагер Жайдарманшы Дәулет Қадыров. Бірінші жұп Батыр қала командасы. Бірінші, давай бітейік, шындықты айтайық. Ешқайда кеткен жоқпыз ғой біз. Жаңағы передачам просто бір аптадан кейін көрсетіп жатсыңдар. Мүмкін пиджагымды шешіп, жоқ, халыққа шындығымызды айтайық. Бұл ешкім соттап жібермейтін передача шығар. Шынымызды айтайық. Осыны шынымызды айтайық. Қимай қалдырайық. Достар, негіз арасына просто пауза қойды да бұл кісілер. Біз әлі отырған жоқпыз бір апта бойы. Біз осы жерде отырмыз. 2 ойын қатарынан өткен. Все, шынымызды айттық. Ертең қиып жатсаңдар осыны. Ренат, сенікі дұрыс емес. Айта беріңіз. Ендеше бірінші жұп екінші ширек финалдық түсірілімде Батыр қала командасымен бәрекелді кіріп ойнаған еді. 4-1 есебімен бәрекелді кіріп жеңіске жетті. Алдарыңызға ас қойса да, қолдарыңыз бос қойса да көмектеспеді Жаңаөзенге ол. Ет әкелсе де. Жоқ, ет әкеп сыйлау бір бөлек, ойнау бір бөлек қой. Олардың әкеп сыйлап, етті қойып жатқанына мың алғыс, әрине. Тем более алдымызда Тархун су қандай фирмасы? Казбеги лимонады. Казбеги лимонадыдыр, сонымен. Осы ма? Мынау орындық қандай не сияқты екен да? Қазақ ердің орындықтары сияқты екен да? Или азу керек па? Или азу керек па? Білмеймін әйтеуір. Кішкентай орындықтарың ше. Бүгін Вудария, мәкең Вудария бүгін. Барлық бүкіл не ұмытып, проблемалар бәрі реттеліп, күшті отқансы. Мен қуанып отырмын сізге мәке бүгінгі ойын күн үшін. Бүгін Вудария бір толқында әдем болдыңыз. Бір команданың хронометражын алдыңыз ғой өзіңіз. Примерно 3 минут выступление істедіңіз ғой шамамен. Халық көңілсіз кеткеннен гөрі көңілді кетсін деген түріміз ғой. Өткен апта бұндай емес еді, өткен ойындарда. Иә, өткен ойындарда. Онда арасында 20 минутқа шын. Айтайықшы осы талқыда айтайық шынымызды. 20 минут перерыв болды, екінші ойын басталып кетті достар. Киімі жоқ екен деп ойлап қалмаңдар. Киім бар, Аллаға шүкір. 2 нос киім бар. Этот Батыр қала тым жақсы бастады ғой. 25-нен аман өттік. Жоқ, жақсы, өте жақсы өтті, бірақ ана бір жер сәл артық болып қалған сияқты көрінді. Ешкілер де жүрсін деген жерлері сәл маған енді. Білмеймін енді ол әзілдер ретінде айтылса да, менде біраз бауырларым бар, менің әкем інілері, яғни ағаларым да сол структурада жұмыс істейді, үлкен шеңдегі кісілер. Ертең бір жерден көріп жатса, мынау сәл артық кетті балдар деп айтары хақ, бірақ оның бәрін әзіл ретінде қабылдаңыздар, құрметті погон киетін біздің керемет жандар. Тәртіп сақшылары деп айтайық. Ал жалпы арғарай мен ойымша негіз ойдан кейін балдармен де жолықтым мен. Балдар айтты, өзіміз дұрыс емес расчет жасап қалған сияқтымыз деп айтты. Әзіл жағына келген кезде өзіміз сәл дұрыс емес расчет, өзімізге сеніп қалдық дедім, сондай пример келтірді, что оларға ол нормально көрінген да. Негіз нормально әзір шығар деп ойлаймын менде. Бірақ залға өту жағынан ол әзілдер шамалы әлсіздеу болды. Мәке, ол мына жағынан ойланып көрген жоқсың, мысалы қандай мықты материал алып келсең де, алдындағы ойындардағы атмосфера, сол фактор әсер еткен жоқ па командаға? Маған жоқ. Мен мысалы алдында ойында болған жоқпын ғой. Иә. Сіз болдыңыз ба? Жоқ, менде болған жоқпын. Сізде от көрдіңіз, сізде болған жоқсыз, менде болған жоқ. Мен болдым. Жұмабек мырза болды ма? Болды ма? Ол кісі болған жоқ. Динар Сачан болды ма? Ол кісі қаз болған. Асхат мырза болды ма? Жоқ. Жұмабек мырза ғана болған сияқты ғой. Айтты алдында я болдым деп. Жоқ, ол қазылар емес, көрермен сенде болды ғой. Көрермен болған шығар мүмкін. Мүмкін, иә. Мен ол ойында Дэвид Копперфилдтан болған білем десем. Жоқ, мен ойымша ол ойындардың әсер жоқ шығар. Егер сен мықты болсаң, қанша мықты болсаң, халық ап шығады да. Оған байланысты емес. Өйткені бәрекелді кірпіңді алдыңғы 2 ойын шіріп кеткен жоқ па? Ұнады бәрекелді кіріп. Өткен ойында ол кезде болмады. Ол кезде қатты вообще кірген жоқ. Бұл жолы кәдімгідей дайындалған, көрініп тұр, андай ностальгия, бір нәрселер. Мен Батыр қала туралы былай
мысалы бұндай жағдай Рудныйдың да басынан өтті. Алдында мысалы Сүйкім туралы айтып едік қой, команданың Сүйкімі туралы ұшып кетіп қалып қайтадан оралды ғой команда. Сол кезде басында көрерменге жарым-жартылай кіріп жүрді. Қанша мықты алып келсе де жартысы қабылдай алмайды да. Менің ойымша сол жағдайға бүгін Батырқала да тап болған сияқты. Психология дейсің, көрермен психологиясы. Көрермен психологиясының құрбаны болып кетті Батырқала негізі менің ойымша. Және әйтпесе, және екінші тараптан да қарауға болады. Сен мысалы, енді Дәулет бағана басында айтып отыр ғой, ровно өтетін жеңіліссіз стратегия деп. Бұлар жеңіліссіз стратегияның басын бастады да, Ақтауды көрсетті, тамаша үстірттерді көрсетті, шоу жасады. Сен сондай ходқа, стратегияға бардың ба, ары қарай да содан түспеу керексің да, әдемі соңында мықты кода и ортақ бір әнмен аяқтап бітіру керексің. Оның үстіне өткен ойында олар бір халыққа известный бір кісіні алып шығыпты. Иә, Асабан. Егер сен бір планканы көтерсең, сен келесі ойында планкадан сәл жоғары болмасаң, халық қабылдамай қалады. Сондықтан да, может, Чостан кейін сол бір тағы бір басқа бір звезда керек пе, олардың стиліне келетінше, мықты бір звезда шыққанда мүмкін басқаша ойын болар. Бірақ, бағана айтпақшы біреу, ана TikTok'тағы бейші бала шықты ғой. Соның қыздар емес. Өтпей қалды, сол айтпақшы. Қабылдамай қалды. Оны кейбіреулер TikTok'тағы стажы бар адам айтайын. Мен танымадым мысалға. Мен танымадым. Бандит деген бейші бала. Жалпы қазірде ол кезде де танымадым. Ол не, билей ма? Сол бағана биін биледі ғой, бүйтіп қойып. Сол биімен әйтеуір жарып жүр, бүкіл мектептерде билеп жүр ғой. Онда сол жас балдардың арасында өте қатты танымал жігіт болу керек болған ғой. Бағжансын. Жаңа Батырқала бойынша өткен ойындағының бір әсері осы ойынға да әсер етті ма дегенге, Чос жақсы кірді ғой басында. Өте әдемі кірді. То есть халық өткен ойынға емес уже. Ол материалдың әлсіздігі болды енді. Жоқ, материал сол әзілдері ары қарай әлсіз болды ғой. Бірақ олардың да заходтары күшті болды. Добивкалар болмады әзілдер. Сол бағана айтылған. Өте күшті басталады да, аяқталмай қалады. Сосын мен айтайын дегенім, мысалы Ақтауда өтетін әзіл Астананың аудиториясын өтпеуі мүмкін. Мысалы мен алдында сұрайтын, неге бұлар қораның айналасында әзілдерді көрсете береді десек, бұл бізде Ақтауда жыртады дейді да. Көрсетші деймін ғой, действительно анау өтіп жатыр, халыққа жыртып жатыр да анау. Ал мына жаққа өтпей жатыр. Оны алдында олар топтық кезеңде көрсетті бір-екі қораны. Өткен жоқ қой, алып тастау керек еді деп ойлаймын мен ойымша. Ақтау мен Астананың материал болмаса не істейсің басқа? Енді білмеймін, целый Ақтау болып материал шығаруға болады деп ойлаймын, жиналып ше, дайындалып. Филиал болып көмектесіп. Өзенмұнайгаз компаниясы басшылығы және мәжіліс депутаты Самат Мұсабаевтың қолдауымен болатын еді дейсіздер ғой. Бәрекелді, Кірпіде екі үлкен блок болды. Жаңа қызлар Жәнібек Жаңғараев деген ағамыз кәдімгідей кезінде жасап кеткен 2000 мен 2006 жылғы аралығындағы шедеврлер ғой ол. Бүгін Бәрекелді Кірпіге бір сезонға азық болып жатыр. Ондай әдісті бұрында қолданды ғой олар, бұрын клип көрсетті ғой, қайтып кетті соған. Ол қазір Жәкеңнің әрбір клипін осылай көрсетсең өтеді ол халыққа. Бәрі хит қой. Просто видеосын шығара салу керек еді. Солды өтереді негізі. Жоқ, андай ғой. Мен ана видеосын күтіп жүрмін, ана біреу убийца болатын еді ғой, недегі ойнағанша, 47-ші мектепке ойнаған, кейін бір Шымқалада ойнайды, ұзын жігітше, басында шапкасы бар бүйтіп, ағаштар бүйтіп қарап жүр, өлтіріп қоятын. Алтынбек па, кім айтады енді ол енді? Ұзын серік. Иә, соны күтіп жүрмін, соны қашан қояды. Ұзын серік. Иә. Бәрекелді, Кірпіде Нұрсұлтан саған қатысты не болыпты ғой, бір тычкілер, дебат ойнап деген сияқты пародия ғой енді былайша айтқанда қазір ақталды әдемі Нұрсұлтан Құрман үйінде дейді. Үйінде деген кезде жақсы қалап өтті деген кезде өзінің стилінде әдемі жеткізіп жатады, соны айтады ғой жаңа. Әдемі маған ұнады, өте ақталды. Әдемі, керемет. Жалпы Бәрекелді Кірпі элегантно ойнайтын команда ғой Жайдармандағы. Мен бір нәрсе дейінші. Театралдар екен көрініп тұра ма бір? Жоқ, енді театр бітірген балдар ғой, профессиональный. Қуыршақ театрының актерлары ғой кәдімгі. Драма театрде ойламады. Может быть, бір жерден эфирде бір іші пысып жатып, бір миллионер көріп қалар. Сол бір екі балаға спонсор тауып беріңдерші. Екі ақ бала. Екі ақ бала. Тапиоры жоқ. Директоры жоқ. Админы жоқ. Үшін екі ақ бала. Өмір спонсормен проблем болады. Өмір біреу спонсор болам дейді, лақтырып кетеді. Бір жолдары болмай жүреді. Неужели Шымкенттен екі баланы көтеретін бір спонсор табылмасқа? Ол да бір стимул шығар командаларға. Мысалға, спонсор өте мықты команданы енді ойсырай жеңізді десек те болады, мысалға. Жалпы Жайдарманды тоқ болып ойнауға болмайды ғой.
иә сол сияқты ол да бар бірақ кезінде мысалға аграрка сарбаздары тоқ болып ойнайтын еді бізге қарсы аш болу керек 2005 жылдары дәулет деген жігіт болды ішінде мен есімде өте тоқ болып ойнайтын сол жігіт өте тоқ болып ойнайтын не болды ал ол кісілер жетісті ма десек келесі жылы чемпион болды ғой олар эфирі жоқ ешкім көрмейтін кезде ма олар кіммен ойнапты ол кезде өздері по моему 3 команда жиналып ойнай салған финал ше чемпионатын болып жатқанда білмеймін осы ширек финалдағы екінші жұпқа көшейік қарсы болмасаңыз бір бірінен енді қайсысы өтпей қалса да ойпырмай әділетсіз болды дейтіндей енді күшті жұп болды бұл бірінен бір өткен ойын талант эверестке қарсы мыналар 3-2 тұрса да мыналар 3-2 тұрса да енді әділ болады деп ойлар едім мен өз даусымды ол жерде талантқа бердім не үшін бергенімді айтайын по КВН-ге қарайтын болсаң енді былай залдың реакциясына ғана емес тазалығына несіне қарайтын болсаң общий талант мықты өнер көрсеткен сияқты көрінді маған неге өйткені эвересттің чосы өте мықты болды чостан кейін бір 2-3 әзілі болды керек емес бір әзілдер болды вообще керек емес бір 2 әзіл болды есімде жоқ қазір бір 2 керек емес әзіл болды да и олардың ең құтқарған соңында президент таксимен үйіне қайтып бара жатыр деген әзіл болды ғой сонымен бір бәле қылып жүріп алып шықты да ал аналарда просат болған жоқ та содан кейін білмеймін маған талантты даусымды бердім бірақ екеуі де мықты болды негізі эверест прогрессиялық түрде өсіп жатқан команда да және ондай командалар керісінше осылай мотивация беріп отырсаң одан сайын ізденіп өздерін іздеп тапқан команда иә әзіл тығыздық жағынан талант мықты болды ал әзілдің тығыздық жағынан міндет кім эверест жеңілді оларға бірақ әралуандылық өзектілік жағынан мықты болды мысалы бағанағы чостың өзі чостан кейінгі азиядағы бірде-бір азияда туралы әзіл болған жоқ та мен таң қалдым қалай бізден жайдарман азиядан кетіп қалды деп күтіп отыр едім азияда пайда болды маған ұнады азиядан еще анау китайский тайбэй деген қытай жастары ма деген 11-ші орында қалып кетті жақсы ол жақсы өте керемет және президентпен болған блок маған мысалы білмеймін талантын тоже чос ұнады саған тиіскен пресс туралы қайдан алып білмеймін қақындап қалдым соны мен оны ше бір жерде ішің пысып отырып бере салғансың ба біреу бүйтіп түсіре салған ғой деймін сол по моему біреу түсіре салды соны қателеспесем талантқа біздегі ақ пен бірге хабарда райхан емес па райханның даусына ұқсайды сол райханға сөткізіп тапсырып арнайы подстава жасап тұр ғой бұлар ше әйтсе мен ондай сұхбат бермейсің ғой бір әзіл үшін деп айта сал деген шығар және менің сақалым жоқ кезде бергенмін ғой қай жыл ол 1996 жылдан кейін сіз сақал қойдыңыз значит 95 жыл сақалсызмын ғой көрдің ғой жерде сақал жалпы ойын туралы ойын айтсаңыздар ойын туралы мен ойын білмеймін екеуі де өте мықты болды бірақ мен дауысын талантқа бердім неге мен үшін талант сәл мықтырақ сияқты болып көрінді мен бірақ ұтылып қалды мен сосын мынау эвересттің ән алып келгеніне риза болдым жанды дауысында ән айтып шықты басында ондай жайдарманда жоғалып бара жатқан дүниеде шығып кішігірім ән айтып текстпен шағын түрде бір басты айтпесе үн-түнсіз бәрі басталып кетеді да текст ол да кішігірім драйв береді бүкіл нені сақтап шықты ережені және мен ойынның алдында естідік қой енді мәкең де біледі 1-2 добор болады дегеннен кейін осы ойынның екеуін біреу добор болады дедім да еріксіз біреуге неғып айтпайсыңдар сондай нәрсені добор болатынын білдік қой мысалы маған ешкім айтқан жоқ добор болды дұрыс болған бір жағынан өзіңіз талант басым болды деп соны беріп тұрсыз ғой соның арқасында 3-2 деген әдемі есеп шығып тұр ол енді келесі 3-2 болатынын білген жоқпын ғой мен өзім даусым талантқа бердім болды андай ой болды эверестте командаларында әзілдер әртүрлі болды ғой соған қарағанда команда мүшелерінің әрқайсысы жазатын секілді болды андай жан жақтан идеялар келеді мысалы ана таланттың ана екеуінің суреті ше ойбай ол боатеңнің суреттері ұқсап шығып қала салды ғой екеуі де мессидің формасын киіп алған бангладештің олигархтардың баласы маған қалай ойлайсыздар мысалы талант әдемі келді соңындағы ана қыз бен жігіттің көліктің ішінде отырып элертонның қасында сол бір қатты бір рефрен ғой басындағы анау құлап кетті артында немен не қылып кетті деген соның рефрені сәл ұзақ болған сияқты сол қуат жағынан әлсіздеу болды или сол блокта вообще өте әдемі болар еді сол кезде элементтің мындай бір реакциясы да тез андай импровизма мараттың да прессы бар деген сияқты әзілмен бастады ғой негізі сонда ма алдыңғы команданың несі материал артық сол әңгімелер біріншіден ол кірген жоқ залға
екіншіден аналардың шуткасын тыңдап тұрасың да, и типа солардың импровизациясын алып ұрып атасың да ары қарап, типа импровизбен тық жерем маратында пресс бар, халық да қалады деген. Бар дүниеңді ойна лучше ше, шашылма, бар дүниеңді ойна да кет. Жюриға қатты тиіспеу керек секілді негізі. Олар жоқ, ондай импровизациялар ол импровизацияға жатпайды. Ол импровизацияға жатпайды, ол заготовка дейді. А заготовкаң мықты болмаса, онда айтпай ақ қой. Менде мысалға бүгін жюриде отқан кезде екінші әзілім, біріншісі импровизация, екіншісі заготовка еді. GCI-дің осындай термостары деген көрдің ба, қалай кірді да? Өйткені біріншісін мен кіргенін көрдім да. Ау, все, давай. Жақсы. Мысалы сондай заготовка болу керек. Сонымен үшінші жоп. Және біздің ойынымыздың тәмамдаған үшінші жұп Жуалы командасы Ақпен Біргеге қарсы. Енді Жуалы мықты ойнады, мойындау керек. Бүгін Жуалыға на ойынмен, на залдың қабылдауымен даже көз тимесе шықса да аламайды еді аналарды. Деп өзімді сәл жоғары қоясың. Тең ойнайтын ек десеңші. Тең ойнайтын ек десеңші. Жоқ, бізде аламайтын ек. Ешкім аламайды ананы. Өз андай ғой, жаңа ғана айтып өттім ғой мен. Бір командалар болады, редактурада шіріп кетеді да, ойында айырып кететін. Сондай команда ғой, Жуалы деген. Жуалы айтпақшы, ертеңге билет алып қойған қайдауға. Міне, көріңіздер осындай керемет жаңалық бар, жаңа маған сыртқа шығып, ағай қазір билеттерімізді ауыстырайын деп жатырмыз деді. Олар уже ұтылып келген ғой мимен. Көрдің ба, мимен, адам мимен ұтылып келгенде болды. Была не была деп ойнады ғой. Жоқ, от души ойнады, прям өртеніп жатыр зал деген. Мен Ақпен Бірге Стамбульская ночь болды баяғы, Ливерпуль мен Миланның финалы бар ғой. Бірінші тайм 3-0, екінші тайм 3-3 пенальтиден жеңіліп қалған. Тоқтатамайсың андай Ливерпульді. Бұл да сол ғой, Жуалыны тоқтату қиын болды. Милан болсаң да 3 гол салып қойған. Жоқ, бұл жерде Стамбульская ночьтың бірінші таймы ғана болды. 3-0 Милан қылды, Ливерпуль 3-0 қылып пенальтиден өтіп кетті ол кезде. Екінші таймы жоқ. Қызылдар кім емес, Ақпен Бірге емес пе? Иә. Олар ол жерде тоқтатамайсың, ол жерде шанс жоқ. Қандай команда шықса тоқтатамайтын еді. Ақпен Бірге енді қалай ойлайсыңдар, жартылай финалға айта беруге болады ғой. Қосымша Добор мен Талант командасы және Ақпен Бірге де өтті. 7-8 өзара жұптасты. Менің ойымша енді екеуі лайықты болды. Бұл жерде көрерменнен сұрақ абыройға ғана байланысты болуы мүмкін. Неге абырой өтпеді деген сияқты ше, Добордан. Сол ғана, басқа вариант жоқ. Мәкең жауап берді ғой оған. Ол жауап берген жоқ. За кулисами жауап берді, кадрдан тыс. Оны біз шешкен жоқпыз ғой? Иә, оны. Біз бердік президентке. Жоқ, жалпы Доборды біз шешкен жоқпыз ғой. Біз ұсыныс жасадық. 6 командадан емес, 8 команда болса қалай қарайсыз деді. Сосын айттым, болмаса 9 дедім намектап абыройға. Сосын айттым, болмаса полный қайт бәрі ойнайсасын дедім. Өйткені бүгінгі ойында тек кім Батырғанға ғана ұшып тұрған жоқ па? Және кім? Тағы бір команда. Болды. Кім? Батырғанға ғана ұтып. Мен соны намектап бәрі қайттан ойнайсасын дедім. Перегровкаға Еснаға келіспейді. Еснаға келіспеді да? Еснаға айтты, өзім шешім шығар. Жоқ, енді әзілдеп айттым ғой оны. Еснаға айтты, тағы 2 команда қосам, өзім шешем деді. Оны біз шешкен жоқпыз, Еснаға шешті. Так что Талант пен Ақпен Бірге. Доборды дұрыс болған секілді негізі. Жаңағы, мысалы, ол команда жас команда ғой. Ол келесі маусымда жарқырап шығатын команда. Ал Ақпен Бірге ертең бар ма жоқ? Кәрі команда ма? Енді ол да бар енді. Сөзіңізді Ақпен Бірге естіп. Жоқ, енді Ақпен Бірге стратегиялық тұрғыда жартылай финалда жарып кететін шығар. Біз білмейміз ғой қазір. Екінші жағынан мынадай талантқа қалай шанс бермейсің екінші рет? Иә. Бір жағынан қарап тұрсаң. Ол да бар. Так что Құдай қаласа жартылай финалда көреміз енді. Дұрыс шешім жасадық па? Жоқ әлде бұрыс шешім жасадық па? Мына Жуалының феномені неде, соны айтып жіберсеңіздер. Мысалы топта кейде жақсы кіріп кетеді да, кейде прям өте сүреңсіз өтпей жатады да. Бірақ бүгін бір сәтті күні болды, кәдімгідей бәрі кіріп кеткен. Соны ұстаған ол. Материал ма, әлде ол волна ма, толқын бір. Соның мәні. Уақыт қой просто. Опыт терять нечего. Давай, ұрайық, болса болды, болмаса болмады деді. Билет алып қойды өздеріне. Болды да, ойнау жеңіл олай. Ұшып кететінді, ұшам деп ойлап ойнасаң жеңілірек болады. Ал Ақпен Бірге жаңып кетті керісінше. Олар абырой да сондай болды ғой бүгін. Примерно ұшамыз деп шықты олар негізі.
мен Ақпен біргедегі қыздар кейбіреулер әріптестерім ғой менің. Олардың стористерін, посттарын қарасаң, басты шайқас, посттардан андай неке дайындық, уже сол бастан уже растлан жанып кетті да олар ше. Негізі акцент қойып. Өз-өздерін төндіріп тастады. Өз-өздерін төндіріп тастады. Мына жерде жуалынды көрді андай, одан сайын кетіп қалды. Жақсы, ендеше қорытайық, бір ауыз сөз, жалпы командалар үміт дейміз ба, бір тілектеріңіз бар, бірақ оны айтып тастадыңыздар ғой қазылар арқасында. Дайындалыңдар. Кеңес. Дайындалыңыздар. Сен де дайындалыңыздар деп. Ұшқан командаларға айтарым бар просто. Еш мойымаңыздар, өте керемет қой, сіздер получается 7 ойын ойнады, иә? Маусымда 7 ойын ойнады. Біздің кезімізде кейбір командалар жылына бір ойын ойнап кететін енді командалар. Келесі жыл келеді, 1-8 ұшат тағы да келесі жылды күтеді. Ал сіздер сахнада эфирі бар 7 ойын өткізіңіздер, ол тәжірибеге өте жақсы. Бұйырса келесі жылы сіздер одан да мықты болып келесіздер бұйырса. Жақсы, ендеше құрметті көрермен, осымен талқымызды аяқтаймыз. Жартылай финалдық ойындардан кейінгі талқыда тағы да жүздескенше.